Бәріне сәлем, керек арнасының көрермендері. Иммундық жүйені көтеретін 13 тағам. Біз бәріміз сау және салауатты өмір сүргіміз келеді. Сондай-ақ жақын адамдарымыздың сау болғанын қалаймыз. Ол үшін сізде күшті иммунитет болуы керек. Күшті иммундық жүйені сақтау үшін дәрумендер ішуге, түрлі процедураларға баруға болады. Сіз күнделікті диетаңызды иммундық жүйені нығайтуға көмектесетін тағамдармен байыта аласыз. Ең алдымен цитрусты жемістер. Барлық цитрус жемістері С дәруменіне бай. С дәрумені әртүрлі инфекциялармен күресуге, суық тию мен тұмауға қарсы тұруға көмектеседі. Денедегі С дәрумені деңгейін қалыпты ұстап тұру үшін сіз күніне бір цитрус жемісін жеп тұруыңыз керек. Қызыл болгар бұрышы. С дәрумені цитрус жемістерінде ғана емес, ақжелке мен қызыл болгар бұрышында да болады. Болгар бұрышы С витаминінен басқа бета-каротинге бай. Бұрыш сізге иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі және сіздің көзіңіз бен теріңізге пайдалы. Келесі брокколи. Брокколиде түрлі дәрумендер мен минералдар көп. Мысалы А, С және Е дәрумендері сіздің денеңізді жақсы қалыпта ұстап, теріңізді әдемі етіп, жастық шағыңызды ұзартуға көмектеседі. Ал жасұнық пен антиоксиданттар сіздің ішектеріңізді қалыпқа келтіреді. Сарымсақ. Күніне 1-2 түйір сарымсақ жеп қойыңыз. Сонда сіз әрдайым сау боласыз. Сарымсақ инфекциялармен күресуге көмектеседі. Сонымен қатар қан қысымын қалыпқа келтіреді. Зімбір. Зімбір тамақ ауруына жақсы әсер етеді. Температураны төмендетеді және көптеген аурулармен күреседі. Мысалы зімбір холестерин деңгейін төмендетуге, жүрек айнуын, асқазандағы қабынуды жеңілдетуге көмектеседі. Шпинат. Шпинат бұл С витаминіне өте бай тағы бір тағам. Бірақ оның құрамында С витаминінен басқа антиоксиданттар мен бета-каротин бар. Бұл иммундық жүйені нығайтуға тамаша көмектеседі. Ал А дәрумені теріңіздің жастығын ұзартады. Грек йогурты. Сіздің сүйектеріңіз бен буындарыңыздың тонусын сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар, грек йогурты иммундық жүйені реттейтін және көптеген аурулардан сақтайтын Д дәруменінің көзі. Миндаль. Миндаль теріңіздің жастық қайнар көзі. Ол А және Е дәрумендеріне бай. Бұл дәрумендер теріңізді серпімді, берік әрі әдемі етеді. Куркума. Куркума ащы дәмі бар ашық сары дәмдеуіш. Бұл дәмдеуіш артриттен, ревматоидты артриттен арылуға, тіпті қатерлі ісіктен сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар куркума иммунитетті арттыруға өте ыңғайлы. Көк шай. Ғалымдар көк шайдың иммундық жүйені көтеруге көмектесетінін дәлелдеді. Шындығында, көк шай антиоксиданттарға бай. Бұл сіздің денеңізді тазартуға және оның жұмысын жақсартуға көмектеседі. Өкінішке орай, қара шайда бұл қасиеттер әлде қайда аз болады. Киви. Киви дәрумендердің қоймасы десек те болады. К және С дәрумені, калий, фолий қышқылы және басқалары бұл кивидің басым бөлігі. Кивиді күн сайын жеу арқылы сіз денеңізді мықты етіп қана қоймай, салмақ тастайсыз. Тауықтың төс еті. А және омега-6 дәрумендерінен тұрады. Тауық бұлшықетті дұрыс құруға көмектеседі. Көздің көру қабілетін жақсартып, ішектің жұмысына оң әсер етеді. Тауықтың төс еті де пайдалы. Себебі ол ішегіңізге ауыртпалықсыз жақсы қорытылады. Соңғысы теңіз өнімдері. Теңіз өнімдері иммунитетті көтерудің керемет жұмысын жасайды. Ең бастысы теңіз өнімдерінде омега-3 болады. Омега-3 қан қысымын реттейді, ағзаның жұмысын жақсартады. Денсаулығыңыз мықты болсын.